Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай туған күнге арналған колпачоктың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл үшін бізге PicsArt, Pinterest, Eraser қосымшалары қажет болады. Ең алдымен Pinterest қосымшасына кіреміз. Поиск бөліміне кіріп, өзімізге қажетті фонды таңдап аламыз. Мен желтый фонды алғым келіп тұр. Осылай желтый фон полоски деп жазсақ, түрлі фондарды шығарып береді. Осының ішінен өзімізге ұнаған фонды осылай төбесіндегі 3 точканы басып, скачать изображение деп көшіріп аламыз. Галереямызға сақталды. Енді колпачоктың шаблонын іздейтін боламыз. Колпаки на день рождения десек, бізге түрлі фотоларды шығарып береді. Соның ішінде біз өзімізге қажетті осындай шаблонды көшіріп аламыз. Скачать изображение. Галереямызға сақталды. Қосымшадан шығамыз. Енді біз Eraser қосымшасына кіреміз. Ол жаңағы таңдап алған шаблонымызды PNG форматқа айналдыратын қосымша. Кіреміз. Добавить фотоны басып, көшіріп алған шаблонымызды орналастырып аламыз. Енді ортасын осылай басамыз. Басып тұрып, астындағы авто дегенді басатын болсақ, осылай үстін басып тұрсақ, PNG форматқа айналды. Енді осылай сақтап аламыз галереямызға. Қосымшадан шығамыз. Енді біз PicsArt қосымшасына кіреміз. Плюсик батырмасын басып, галереядан алдын ала сақтап алған шаблонымызды орналастырып аламыз. Астындағы рисовать батырмасын басып, фотоны басамыз, фонымызды қоямыз осылай. Фонымызды бір шетке қойып, бір ұшын осылай созып, шаблонды толықтай жабатындай етіп орналастырамыз. Астындағы слой батырмасын басамыз да, осылай ұстап тұрып, астына жібереміз. Сол кезде фонымыз астына қарай орналасады. Бізде шаблонның эскизі осылай дайын. Енді осыны стикер бөліміне кіріп, түрлі стикерлермен әсемдейтін боламыз. Мен белый фон круг деп жазамын. Сіздер өздеріңізге ұнаған стикерді қойсаңыздар болады. Осылай ақ стикерді осылай орналастырдым. Енді осының жиегі әдемі болып көрініп тұру үшін мен золотой круг деп іздеймін. Осылай түрлі золотистый стикерлер шығады. Енді мен алдын ала осылай сақтап қойғанмын. Соны басамын. Осылай сәйкестендіріп үлкейтіп аламыз. Енді тағы да стикер бөліміне кіріп, Disney деп жазсаңыздар, түрлі Disneyдің персонаждарын сіздерге шығарып береді. Менің фоным сары түсті болғандықтан мен Винни-Пухты алғым келіп тұр. Винни-Пух деп жазсам, түрлі стикерлер шығады. Осының ішінен өзіме ұнаған біреуін таңдаймын. Осылай сәйкестендіріп аламын. Осылай ортасынан дәл қылып орналастырып аламын. Үстіндегі птичканы басамын. Бізде колпачогымыз дайын болды. Галереямызға осылай сақталды.